Мынау енді ел ағасыз болмайды, тон жағасыз болмайды, футболкада жаға, майкада жең болмайды деп жатады ғой. Ел ағасы ақымақ болса, елінің жауыз шабар дейді да. Отта салқындық болмайды, ашуда ақыл болмайды, күші көппен алыспа, ақылы көппен айтыспа деп жатады ғой. Жемісі жоқ ағаш отын, жауар жоқ бол түтін дейді да. Түтіні тура шыққан үйдің мұржасын қисық деме деп қояды. Қақпағы жоқ қазан қайнамайды, анасы жоқ бала ойнамайды дейді да. Жастықтан қазына іздеме деп қояды жаңағы. Жастықта қазына болмайды ғой. Аштан өлгеннің қойнынан нан іздеме дейді да. Бір күні біреу айтып қояды маған, мақалыңа сақалым, түпіріңе қақалдым дейді да. Сосын мен де айттым оған, қатынды ешкім жеңбеген, ешекті ешкім ембеген деп жаңағы. Жақсы қатын жақсы ақ күлмей тұрып күлдірер, жаман қатын жаман ақ өлмей тұрып өлтірер деп жатады ғой. Сынған қол иықтың соры, өтпейтін пышақ қайрақтың соры, жаман қатын еркектің соры дейді да. Қатының жақсы болса кіріңді жуар, жаман болса қатының қалтаңды тонар дей ма бір бәлдерді айтады. Жақсы қатын күзге де түзге де шыдай білет, жаман қатын әр тойға көйлек сұрап жылай береді дейді да. Сол жұмыс барысы, аяқ алысы, жүрек қағысы деп жүрміз ғой сол. Күнделікті күйбең қу тіршілік қоса баяғы Фати. Өзінде не жаңалық басқа? Ауыл аймақ, ботатайлақ, көрші көлең, құда, жекжат, ит бейт дегенде бәрі аман есен ба? 50 беріп, 100 алып, кемпір беріп, қыз алып атқан жайың бар ма қалай өзі?